Балам қазір ауылда мына жер жүзінде жаман ауру тарап жатыр. Коронавирус деген. Сол далаға шығуға болмайды. Сен үйде отырамыз енді. Үйде отырғанда сен енді жалықпасын деп, мен саған бір қызық әңгімелерді оқып берейін. Тыңдайсың ба? Вот міне, табанды бала дейді. Ерте заманда Әлім деген бала өмір сүріпті. Оның әкесі қайтыс болып, жалғыз анасымен қалады. Олар кедей отбасындан еді. Күн артынан күн өте береді. Баланың мектепке барып оқитын уақыты келеді. Бірақ оны мектепке апаруға еш мүмкіндік болмайды. Алайда Әлім мен оқуым керек деп арланады. Оқуым керек деп арланасың ба? Кішкентай Әлімнің көршілері өте бай адамдар еді. Әлім көршілеріне келіп, сіз үйіңізге қызметші іздеп жүр екенсіз, мені алыңызшы дейді. Еңбегіме көп ақы сұрамаймын, тек қана анда-санда сіздің ұлдарыңыз қалай оқып жатқанын көрсем жеткілікті дейді. Бай тегін жұмысшы тапқанына қуанып келсе кетеді. Бала байдың үйіне таң атқаннан кеш батқанға дейін бел жазбай жұмыс істейді. Бірақ Әлім мұғалім еді. Сөйтіп Әлім оқу мен жазуды үйреніп алады. Түсінің ба? Бір жылдан кейін өз бетінше сөздерді ажырата алатын болады. Бірақ қайда, немен жазарын білмей басы қатады. Әлім өзінің анасының теңіз жағасында кішкентай үйінде тұратын еді. Теңіздің толқыны құм бетін шайып, тегістеп кетіп, Әлім қолына таяқ алып, теңіз жағасына келіп, құм бетіне әріптерді жаза бастайды. Түсінің ба? Теңіз толқыны шайып, жазғандарын өшіріп кетеді. Әлім ерінбей қайта жазудан жалықпайды. Енді оған оқитын кітап керек болып. Бір күні байға келіп, сіз маған өз кітаптарыңызды оқуға рұқсат етіңіз. Мен тағы да бір жыл ақысыз жұмыс істеуге келісер едім дейді. Бай мұндай тегін жұмыстан айырылғысы келмей келісе кетеді. Әлімге ертең қара кешке дейін жұмыс істеп, түнде оқуға тура келеді. Одан бәрі көп жылдар өтеді. Әлім өз мақсатына жетіп, үлкен ғалым болады. Адамдар кешікпей Әлімнің табандылығын кішкентай Әлімнің табандылығын әлі күнге дейін еске алып отырады екен дейді. Түсің ба?